Сәлем, Чиз мультикқа қош келдіңдер. Бүгін біз құбыжық үй, орысшасы Dom Monster, ағылшыншасы Monster House деп аталатын мультик көреміз. Диджей есімді бала Ниберкракер деген атаның кішкентай қыздың велосипедін тартып алғанын көреді. Сосын бала бұл туралы анасына айтып береді. Анасы, адамдарды аңдуды қойсаңшы балам, өстің ғой деп, әкесі екеуі кетеді. Диджейдің досы Чаудер, диджей, баскетбол ойнамадық па деп, допты лақтырғанда доп басына ұрылып, Ниберкракердің есігі алдына ашып кетеді. Сонда диджей, ой бол, допты ұмыт дейді. Чаудер одан допты алуға көмектесуді сұрайды. Содан диджей, жарайды деп, допқа жақындай бергенде, Ниберкракер шығып оны ұстап алады. Ол диджейға айғайлап жатып, жүрегі ұстап қалып құлайды. Сосын жедел жәрдем кеп, оны алып кетеді. Содан кейін диджей жерден кілт тауып алады. Элизабет деген диджейдің нянкасы, яғни күтушісі келді. Ол диджейға утю-тю-путю-тю дейді. Диджей үйде атанам жоқ дегенде, қыз өзін әдеттегідей дөрекі ұстап, музыканы бақыртып қояды. Диджей бөлмесіне барып, ұйықтауға жатады. Ниберкракердің үйінің көлеңкесі оны ұстап алғанда, бала шошып оянады. Кейін оған белгісіз нөмірден біреу хабарласады. Бала тұтқанын көтергенде, хабарласқан адам үндемейді. Содан бала оның өзіне звондап, бұл Ниберкракердің үйінен звондаған түсінеді. Сонда Элизабет пен оның жігіті Бонс кеп, баланы шошытып, бала оларға ана үйде елес бар дегенде оны мызықтайды. Сосын олар кетеді. Бала Чаудерға звондап, қауіпті аймақта кездесуді сұрайды. Төменде Бонс Элизабетке кішкентай кезінде Ниберкракердің оның батпырауғын тартып алған айтқанда, қыз оны үйден қуып шығады. Сосын Бонс Ниберкракердің үйіне жақындап, батпырауғын көріп, оны ала бергенде, үйі оны жұтып қояды. Сол мезетте диджей досы Чаудерға кеп, үйдің біртүрлі екенін айтып береді. Чаудер бірдеңе жеп алайықшы дейді. Сосын олар үйге жақындауда. Кенет үй құбыжыққа айналып, оларды жейін дейді. Балалар қашты. Келесі күні Дженни есімді қыз диджейдің үйіне келіп, Элизабетке кәмпит сатады. Нянка балаларға кәмпитпен кіріп, Бонсты көрмедіңдер ма деп сұрағанда, балалар үй оны жеп қойған айтады. Дженни құбыжық үйге кәмпит сатуға барады. Үй оны жеп қоюға тырысады. Бақытына орай оны балалар құтқарып қалады. Далаға Элизабет шыққанда, үй қалыпты күйіне орала қалады. Чаудер үйге Дженнидің келгенін көріп, қызға мощный әсер қалдыруға тырысып, өзін біртүрлі ұстайды. Сосын қыз телефонмен сөйлесуге шығып кеткенде, диджей мен Чаудер, Дженни мені красавчик деп айтты деп таласып дауласып қалады. Кейін үшеуі үй ақтөсті жеп қойғанын көреді. Дженни полицияға қоңырау шалады. Сөйтіп, полиция келді. Бірақ олар балаларға сенбейді әрине. Сол кезде диджей үйге жақындап, полицейлерге үйдің құбыжық екенін көрсетуге тырысады. Алайда үй мүлдем білдіртпейді. Содан кейін олар Реджинальд деген геймерға келеді. Диджей оған құбыжық үй туралы айтып бергенде, жігіт үйді өлтіру үшін оның жүрегіне соққы жасау керектігін айтып, кетіп қалады. Достар үй жаққа қайтып, үйдің мұржасынан түтін шығып тұрғанын байқап, үйдің жүрегі сол деп ойлап, мұржаға дәрі тастау арқылы үйді сабасына келтіруді жоспарлайды. Чаудер өлгісі келмейтінін айтады. Бірақ Дженни бұл жоспар іске асуы мүмкін екен айтқанда келісе қалады. Олар қуыршақты дайындап, үйге жақындайды. Чаудер қуыршақты үйге тергенде, үй аузын ашады. Алайда полицейлер кеп қап, ол қалыпты күйіне оралады. Полицейлер балаларды саймандарын тастауға мәжбүрлеп, оларды мәшінеге тығады. Полицей дәріні ішіп алды. Кенет полицейлер үйден шыққан бір дыбыс естіп, үйге жақындайды. Үй полицейлерге тап бергенде балалар айғайлап жатыр. Сосын үй мәшинені де жей бастайды. Балалар мәшинеден шығып үлгерді. Алайда олар әлі үйде. Балалар үйде жас Ниберкракер мен оның әйелі Констанстың суретін көреді. Дженни олдарға бұл үйдің аузы екенін хабарлайды. Сосын олар жүріп, жүрек пішінді құлыпты табады. Диджей бағанағы кілтпен оны ашады. Олар цементпен қатып қалған Констанстың денесін көреді. Диджей бір кезде құлап, бетонды сындырады. Үй оянып кетіп, оларды ұстауға тырысуда. Нәтижесінде құбыжық үй балаларды құсып шығарады. Чаудер мен диджей ұрысып қалады. Сосын алдыларынан Ниберкракер шығады. Ол үйді әйелі Констанс деп атайды. Атаның жанына диджей кеп, әйелі жайында бәрін білетін айтады. Ол оқиғасын айтуда. Констансты цирктік саяқмазақ ретінде пайдаланған. Ата оның қашуына көмектесті. Кейін екеуі үй салуды шешіп, Констансқа кішкентай балалар тас лақтырғаннан, ол абайсызда құлап, үстіне цемент төгілді. Ниберкракер үйді салып бітірді. Ниберкракер мен диджейдің қол ұстасқанын көрген үй ашуланып, қолдар өсіп шығады. Балалар қашып кетті. Ниберкракер үйге жақындап, оны жарып жібермекші болады. Бірақ үй оны ұстап алады. Балалар экскаватормен келеді. Диджей атадан жарылғыш затты алып, үйге жақындай бергенде, үй оған соққы жасайды.
Диджей тұрағап, Чаудерге үйді кран жаққа тартуды айтып, қыз екеуі кранға жүгіреді. Үй Чаудердің артынан жүгірем деп, қирап, қорқынышты құбыжыққа айналды. Диджей мен Дженни кранға шығады. Бала көтендірілдеп тұрады. Қыз оны сүйгеннен дуғы жинап алып, троспен төмен түседі. Қыз лақтырған бомбушканы алып ол, үйдің мұржасын лақтырады да, үй жарылады. Достар Неберкракердің Констанспен қоштасып жылап жатқанын көреді. Диджей үйді қиратқан үшін кешірім сұрайды. Неберкракер оны азат еткен үшін алғысын білдіреді. Сосын Неберкракер балалардан тартып алған заттарын қайтарып жатыр. Дженнидің анасы кеп, ол кетеді. Балалар болған жайтты айтпауды шешіп, лас пираттар боп киініп алғандарын айтады. Қирандылардан Бонс патпырауығымен шығады. Осы жерден бұл чиз мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.